Садиккеде сабаққа да барған жоқ бүгін. Иә, бәрі. Жолдасым мына жаққа қашқанда мына жерден мына мысалы адам деген естімеймін мысалы өздерінің көрсін өздері келіп не болмаса қайсысы аттады. Мысалы ең бірінші ұйқыдан есікті таң алдында сағат 5-те, ол кезде олар сағат білмейді, ол мен өзім айтып отырмын. Сағат 5-те тықылдатқан жайрақ, есікті жай терезе қағып тұрған. Қызым айтады ұйқылы ояу, түсім ба деп затай беріп бір кезде қатты соқты дейді. Ең бірінші оянған 13-тегі қызым, 7 оқитын. Мына бөлмеде ұйықтай жатырған. Осы бөлмеден бүйтіп шықтым, шықсам дейді, дала деген 5 қой таң ай жарық, дала жап-жарық болған, оған ап-анық көрініп тұр дейді. Ана жерде абыр-гөбір балконда бір 7-8 ер адам абыр-гөбір түгел бәрі қап-қара киімді дейді. Бір түйірі жігіт дейді, ішінде көккімбек спортивкасы бар дейді. Солар абыр-гөбір күліп, әңгіме айтып, сөйтіп өздерімен өздері 3-4-еуінің қолында мылтықтары бар дейді, қолдарына ұстанған. Сөйтіп әңгіме айтып, терезені алып барады. Мені біреу көзі шалып қалды да, көріп қалды да, біреу дейді да, ана терезеден. Сосын маған қарай бүйтіп мылтықты кезенген бойда мен шошып кетіп, мына есіктен жүгіріп, мына жеңешесі жатқан бөлмеге қашып тығылған. Бапа деп айқайлап үлгердім дейді. Ол мына қызым 13-тегі қызым қашып тығылып үлгерген бойда, мына есік жауып үлгердім дейді. Бапасы сразу автоматически екеуі параллельно болған. Бапасы шыққан. Қараса аналар уже тарыстып, мына терезені, кладовканың терезе, екі терезені бірдей шағып жатыр. Күйеуім қорыққаннан кухняға қашып жүгіріп, қару алайын деген ойым дейді. Бір қолыма кухняға кірдім, кухняға кіріп, мына татпадан бір қолыма оқтау алдым дейді, бір қолыма пышақ алдым дейді. Сосын кейін қарай жүгіріп, сөйтіп пышақ оқтау осы кухняда алып жатырғанда, мына артымдағы терезе атылды дейді. Кухнядан шығып, кухнядан шықтым да жүгіріп, мына терезеден шағып жатырған соң балдарды тоқтату ойым дейді, терезеден кіргізбеу ойым дейді. Мына терезеден бәрі шағып жатыр, ана терезе шағып жатыр, айқайладым дейді. Әй, балдар үйде деген кілең бала шаға аяғы ауыр келіншек не бар сендерге деп айқайладым дейді, кіргізбеу мақсатым дейді. Сол кезде жаңа мылтықпен мен атты дейді. Мен мына жаққа тығылып, мына есіктің тасасына тығылдым дейді. Есіктің тасасына тығылғанда міне атқаны мынау жаңа жолдасым. Сосын қызымды атқан оқ мынау деп ойлаймын. Мына қызымды бірінші атты ғой. Мынау қызымды атқан не деп ойлаймын. Анаға төрге дейін пытралар бәрі ұшырған, обойға, потолокқа бәріне ұшқан. Күйеуім уже міне мынау жаңа милициялар барлық түгел нені алып кетті, бірақ мынау сол қалғаны артынан көрмей қалғандар шығар, нені оқтар, порттар. Сосын күйеуім бесполезно екенін түсіндім дейді. Жүгіріп, мына жақта келін, бесікте құттай 9 айлық бала, келінімнің аяғы ауыр, 7 айлық ішіндегі. Бесіктегі бала 9 айлық. Сосын 13-тегі қыз қашып мында тығылды ғой, түгел бәрін бүйтіп терезенің астына тығып отырың деп айтып үлгердім дейді. Мына жерден атылды дейді, міне. Мына жерден атылды, міне. Сосын артынан шаққан әйтеу білгендерім керек. Сол кезде мына астында тығылып жатырған балдарым, келінім, қызым, міне занавеска көп қорғаған, міне. Занавескаге. Сонда да сол шомылып қалдық дейді, мына терезе. 13-тегі қызым аяқтар бәрі тілініп қалған, бүгін сабақ барған жоқ. Міне төбедегі міне барлық неде тесіліп, порық бәрі көрініп тұр ғой, міне, ап-анық. Күйеуім айтады, мына жақта енді күйеуімнің қасында 4 жасар қызым бар ғой, садикке баратын 4 жасар қызым бар. Екеуі мына залда жатады. Мына залда жатады. Қызымды тек мына көрпесіне алдым да, мына екеуі мына жерде жатады, қызымды тек көрпесіне алдым да, мұнан бұрышқа келіп тықтым дейді. 4-те қызым мына бұрышқа келіп тықтым да, уже мен бесполезно сөйлеу екенін білдім да, өзімде қасына мына қызымды қорғаштап жаттым дейді. Сол кезде нен тас ана қызым жатқан жерге дәл дейді. Дәл түсті дейді. Содан кейін атқан, міне атқан, мына жерде барлық оқтың бәрін жатқан тасты да бәрі милициялар кеше алып кетті. Міне, сосын үніміз шықпай жатай бердік дейді. Ана жақта қыздарымды жатқызып бердім ғой, келініме дейді. Күйеуім мына жерде қызын құшақтап жатай берген. Сосын кішкені бір 5-10 минут терезені шаққан, тас лақтырған, сосын барып